Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып мені қолдап келіп жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай безенің жасалу жолын үйрететін боламын. Өте ерекше болады және бұны сіздер тортқа қолдансаңыздар да болады. Және шаймен ішкенге де өте дәмді болады. Өрікталар да құп-құрғақ болып шығады. Енді бізге қажет болады жұмыртқаның ақуызы, шекер, сахарный пудра және дәл осындай красителдер. Тап-таза құп-құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыздың ақуызын салып, шекерімізді салып, веншіктің көмегімен араластырып аламыз. Енді водяныйда шекерлерін ертіп алатын боламыз. Қайнап тұрған кастрөлдің үстіне жаңағы массамызды қойып, жақсылап шекерлері ерігенге дейін қолымызбен араластырамыз. Дәл осындай. Біз градуспен өлшеп тұруымыз қажет. Мен дәл осылай 2-3 рет градусымды қолданып өлшеп тұрдым. 45 градусқа жеткен кезде аламыз. Бізде 45 градусқа да жетті. Енді алып көбіртетін боламыз. Миксердің көмегімен жақсылап миксерлейміз. Достар, біздің ақуызымызды салатын ыдысымыз міндетті түрде тап-таза болуы қажет. Май немесе су болмауы қажет. Өйткені біздің безелеріміз әдемі шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да таза ыдысты қолданғандарыңыз дұрыс. Біздің ақуызымызда көбіріп шықты, көріп тұрғаныңыздай осындай масса болады. Енді сахарный пудрамызды салып, тағы 1-2 минут миксерлеп аламыз. Жақсылап араластырып 1-2 минутте миксерлеп алдық. Дәл осындай қоп-қою масса болды. Лопатаның көмегімен араластырған кезде де түсіп кетпейтіндей болады. Енді мен барлық массамды 2-ге бөліп алдым. Және дәл осындай 2 түсті қолданатын боламын. Ал сіздерде қалаған түстеріңізді қолдана аласыздар. Шпажканың көмегімен кішкене жағып алдым. Бірден көп жақсаңыздар, түстері сіз қалағандай болмауы мүмкін. Сондықтан да шпажкамен алдымен кішкенеден жағып араластырып көргеніңіз дұрыс болады. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламын. Достар, мен красканы сәл аз қосқан екенмін. Мен қалаған түс болған жоқ, және тағы кішкене краска қолдандым. Дәл осылай жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецепттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады, және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Енді сары түсімізді де жақсылап араластырып аламыз. Біздің безелерімізде дайын болды. Енді дайын болған безелерімізді кондитерский мешокқа салып аламыз. Екеуін 2 кондитерский мешогіне салдым. Енді осындай насадка қолдандым мен. Ал сіздер қалаған насадкаларыңызды қолдана аласыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, 3-ші кондитерский мешокқа екеуін де салдым. Енді формамызға пергамент қағазын қойып, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, тұп-тұмалақ етіп, безелерімізді жайғастырып аламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жайғастырыңыздар. Ал енді шпажкаларымызды кіргізіп қоямыз. Сіздер шпажка қолдансаңыздар да болады, немесе қолданбасаңыздар да болады. Мен тортқа қолданатын болғандықтан шпажкаларды кіргізіп қойдым. Размерлерін, формаларын өзіңіз қалағандай жасай аласыздар. Мен дәл осылай тұп-тұмалақ етіп жасадым. Ал енді
барлық безелерімізді листімізге жайғастырып алдық. Ал менде безелер қалып кетті. Қалған безелерімді енді бос тұрған жерлеріне әдемілеп кішкене размерде шығарып шығатын боламын. Қалған безелерімді осылай жайғастырып алдым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Орталары да құп-құрғақ болып, әдемі болып шығады және балаларыңызда сүйіп жейтін болады. Торттарға да қолдансаңыздар болады, немесе өздеріңіз шаймен ішкенге де өте дәмді. Ал енді 80-90 градуста 2-2,5 сағат пісіріп алатын боламыз. Ал достар, біздің безелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай осындай әдемі болып шығады және орталары да құп-құрғақ болады. Түстері де әдемі болып өзінің формасын ұстап тұрады. Және байқағаныңыздай пергамент қағазынан да оңай көшіп шығады, жабысып қалмайды. Осындай әдемі болып шығады. Безелерімнің кішкене шекерлері еріді, но сонда да ештеңе болмайды, алып тастасаңыздар болады. Іштері дәл осындай құп-құрғақ болады. Ең бастысы өте қарапайым рецепт және тез дайын болады. Достар, сіздерге менің жасаған безелерім ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Және комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал сіздерге сәттілік, достар.